Сәлем балақайлар, бұл қаржы мектебі бағдарламасы. Бүгін біз өте керемет, ал ең бастысы өте пайдалы, таңғажайып жаңалықтарға толы саяхатқа аттанамыз. Достар, өткен бағдарламада біз ақшаны қалай жинау керектігі туралы айттық, е? Дұрыс қой? Енді сендер ақшаны қалай дұрыс жинау керектігін өте жақсы білесіңдер, және де ақшаны жастықтың астына салып жинау дұрыс емес екенін жақсы білесіңдер. Дұрыс қой, е? Ал енді бүгінде өте маңызды тақырып біздің сабағымызда. Ол не? Ақшаны қалай дұрыс жұмсау. Яғни ақшаны қалай дұрыс салуға болады. Оны қалай жұмыс істетуге болады және одан қалай пайда табамыз. Сонымен кеттік. Балақайлар, маған мына сұраққа жауап беріңдерші. Ақшаны неге жинап, оны бір жерге салу керек? Яғни инвестициялау керек. Не үшін? Айта ғой. Себебі ақша басқадан басқа кетпеу үшін. Өзің алатын затыңа көп ақша кетпес. Өз арманыңа жету үшін. Кәнеке, сендер не дейсіңдер? Керек нәрсе алу үшін. Керек нәрсе алу үшін, аха. Болашақта көбірек ақша болу үшін. Негізі жауаптарың дұрыс. Бірақ сендерге тағы да мен өз жауабымды айтайын. Неге ақшаны инвестициялау керек? Ақша егер бір орында жата берсе, ол көп пайда әкеле бермейді. Ал егер оны бір дайын іске салатын болсаң, ол саған 2 есе, тіпті 3, 4, 5 есе саған пайда алып келуі мүмкін. Соны біз ақша салуды инвестиция деп атаймыз. Яғни достар, қаражатты сауатты сала білу бұл қаржылық сауаттылықтың басты негізгі қағидаларының бірі. Дәл осыны бүгінгі сабақта оқимыз. Ақшаны жинап үйрену маңызды, және оны күнделікті кіріс әкелетіндей етіп жұмсау одан да маңызды, дейді экономистер. Ақша жұмыс істеу керек. Бүгінгі күннің қағидасы осындай. Қаржыны салудың бірнеше жолы бар. Оның бірі қауіпсіз, енді бірі тәуекел етуді талап етеді. Ақша салмас бұрын тиімді, тиімсіз тұстарын жақсылап зерттеп алған дұрыс. Негізі тарихта, ғылымда, өнерде орын алуы мүмкін оқиғаларды алдын ала біліп, болашаққа болжам жасай алатын салымшылардың жолы болады. Мысалы, атаңызға айналған суретші Ван Гог көзі тірісінде танымал болған жоқ. Ол бір ғана туындысын сатқан. Ал бүгінде оның еңбектері 10 миллиондаған долларға бағалануда. Ойлаңдаршы, сендердің жандарыңда жүрген жақын достарың әлі ешкімге таныла қоймаған суретші бірнеше жылдан кейін танымал болып кетеді. Оның салған суретін сатып алыңдар. Осылайша достарыңа көмектесесіңдер. Кім білет, уақыт өте келе баға жетпес туындының иесі атануларың мүмкін ғой. Достар, инвестиция дегеніміз бұл қомақты пайда табу үшін ақшаны салу деген сөз. Инвестиция жалпы екіге бөлінеді. Бұл шынайы инвестиция және де қаржылай инвестиция. Шынайы инвестиция дегеніміз не? Бұл мәселен сен велосипедті жөндеу үшін құрал-сайман сатып аласың және де сол велосипедті шеберге апарып қаржы жұмсайсың, қомақты қаржы жұмсайсың. Бұл шынайы инвестиция. Ал қаржылай инвестиция дегеніміз бұл құнды қағаздарды сатып алу, немесе ақшаны банктегі депозитке салу. Мінекей, бәрі оңай ғой? Орта ғасырда атақты феодал жер иелігін басқаруды вассалға тапсыратын. Міне сол кездері дәл осындай басқарушыларды инвестор деп атайтын. Латын тілінен аударғанда киіндіру дегенді білдіреді. Орта ғасырдағы инвесторлар шаруашылықпен серлердің қамалында айналысатын. Тіпті олар көрші аумақтың есебінен қожайынның иелігіндегі жерлерді кеңейтуге құқылы еді. Сонымен достар, қаржылай сауаттылық дегеніміз бұл ақшаға қатысты әр қадамыңа деген жауапкершілік. Балақайлар, қазір біз салынған ақшаның қалай жұмыс істейтіні туралы айтып көрейік. Көптеген адамдар әр уақытта ақшаны қайда салам деп осы бастарын қатырып жүреді. Ал дәл қазір біз оның ақша салудың яғни тиімді жолдарын айтып береміз. Және ойын ойнайық. Қалай қарайсыңдар? Ал балақайлар, енді мына тақтаға қараңдар. Бұл жерде не тұр? Пазл, дұрыс. Бұл біздің бүгінгі сабағымызға сай ойын. Яғни, бұл пазлда тұратын сөздер, олар бізде 5 сөз барлығы ақша салуға қатысты сөздер. Әрқайсың маған енді осы пазлды құрап бересіңдер. Бірінші тақтаға шығатын кім? Қыздардан бастайық, Жұлдызай келе ғой. Ал Жұлдызай, мына қаламды ал. Бірінші мына екі ұяшыққа қандай сөзді орналастырамыз? Қалай ойлайсың?
мен саған кішкене көмек берейін. Банкке қатысы бар, ақша салуды білдіреді. Депозит. Депозит па? Кәне, салып көрейік. Депозит. Бәрекелді. Көп рахмет. Отыра ғой. Кел, Айбар. Кел, қасыма тұра ғой. Саған мынандай тапсырмам. Ақша құжаттарды, сонымен қатар мүліктің құқты куәландыратын, дивиденд немесе пайыз түрінде берілетін ақшаға құқ беретін не ол? Қалай ойлайсың? Құнды қағаздар деп ойлаймын. Қалай, балақайлар, сендер қалай ойлайсыңдар? Иә, Құнды қағаздар. Кәне тексеріп көрейік. Құнды қағаздар. Орнына тұрды. Көп рахмет. Рахмет, Айбар. Сонымен Сайжан, келе ғой, қасыма тұр. Келесі сөз жерге байланысты. Жер учаскелері. Қозғалмайтын мүлік. Басқаша қалай айтамыз? Жылжымайтын мүлік. Жылжымайтын мүлік бар екен бізде? Иә. Ал кәне орнына қояйық. Жылжымайтын мүлік. Бәрекелді. Өте дұрыс. Көп рахмет. Ал ары қарай жалғастырамыз. Кім? Мен. Алидар, келе ғой қасыма. Бұл тапсырмада өте қызық. Адамдар ақшасын үнемдеп, оны көбейту үшін, және де ақша жұмыс істеу үшін дәл осы бағалы нәрселерге ақшаларын салады. Ол бұйымдар болуы мүмкін. Не деп ойлайсың? Бұйым ба? Алтын және қымбат Зергерлік бұйымдар. Әрине, кәне тексеріп көрейік. Сонда да 1, 2 пазл құралды. Көп рахмет. Сонымен келесі Қайырхан, кел. Сен қалдың. Саған тапсырма. Жалпы адамның өз бетімен өзі жасайтын ісі, шаруасы, тірлігі, бұның барлығы не деп аталады? Кәсіп. Кәсіп. Кәне тексеріп көрейік. Керемет. Қол шапалақ, достар. Орныңа отыра ғой. Шынымен де адамдар кәсіп жасау бұл ақша салудың ең тиімді жолы деп атайды. Себебі өз кәсібің саған көптеген дивиденд алып келеді емес пе? Жаңа ғана, достар, біз мына ойынмен ақша салудың жолдарын үйрендік. Солай емес пе? Ал бұлардың барлығы не деп аталады? Қаржы құралдары деп аталады. Соны естен шығармаңдар. Ал қаржы құралдардың көбі сендердің қолдарынан келмейді. Сендерге қазір қол жетімсіз. Бірақ сендердің қолдарың жетеді. Бұл не? Депозит. Дұрыс айтасың. Достар, ақша құр жатпау керек. Ол үнемі жұмыс істеу керек, және сендерге пайда алып келуі тиіс. Ал дәл осыны біз қаржы мектебінде сендерге үйретеміз. Достар, ақша жұмсауға бәріміз шеберміз. Бірақ оны тауып, және де дұрыстап жұмсау бәріміздің қолымыздан келе бермейтін іс. Сондықтан меніңше оны алгебра сияқты нақты пән ретінде мектеп бағдарламасына кіргізу керек. Ал кейбір шет мемлекеттерде оны мектеп бағдарламасына кіргізіп балаларға оқытады. Уоррен Баффет әлемдегі ірі инвесторлардың бірі. Оның байлығы 75 миллиард долларға бағалануда. Жас кезінен ақ ол өзге инвесторлардың қызығушылығын туғызбайтын компаниялардың акцияларын төмен бағаға сатып алатын. Бір компаниялар ешқандай нәтиже берген жоқ. Енді бірі керісінше жақсы дамыды. Соның арқасында Баффет те байып кетті. Ол қаражатын ұзақ уақытқа салады және ақшасына өте ұқыпты адам ретінде танымал. Демек, достар, жауапкершілік, тәртіп және де жоспарлай білу бұл қаржылық сауаттылықтың негізгі қағидалары. Дәл осыны біз қаржы мектебінде оқытамыз, үйретеміз. Біз бірге ойынды ұштап, табыс тәлімге қадам бас. Білім бұлағы қаржы мектебін үйретуден жалықпас. Ақша табу, оны жинау, тәсілдерін көрсетеді. Кел ендеше, мұқият бол, қаржы әлемі қызықты. Балақайлар, сендерде егер ақша бар болатын болса, оны жұмыс істетіңдер. Яғни, табыс алып келетін нәрсеге ақшаны салыңдар. Оның бірден бір жолы қалай деп ойлайсыңдар? Меніңше, ал банк салымдарының бірнеше түрі болады. Ол талап етілетін, мерзімді, сақтайтын және тағы басқалары.
ең бастысы әр банктың өзінің депозиттері болады. Сендердің міндетің сол депозиттердің ең тиімдісін таңдап алу ғана. Ресейде Достоевский мен Толстойдың заманында ақшаны кірісті үйлерге салған тиімді болатын. Онда үйлердің бірінші қабатын бақуатты адамдар жалдайтын, ортаңғы қабатын кәсіпшілер мен жұмысшылар, ал кедей-кепшіктер шатырды қанағат тұтатын. Осылайша кірісті үйлер қоғамның барлық тап өкілдеріне пана болатын, және иелеріне қомақты кіріс әкелетін. Сонымен достар, біздің қаржы мектебі бағдарламасы сендерге ақшаға қатысты дұрыс қадам жасауларыңа бағыт береді, үйретеді және көрсетеді. Достар, ал енді әдеттегідей бағдарлама соңында не істейміз? Ойын! Дұрыс, тағы да өте қызықты ойын. Бұл ойынмен біз сабағымызды қорытындылайық. Жалпы бүгін біз не туралы сөз қылдық? Айтыңдаршы. Ақшаны қалай жинап сосын дұрыс жұмсауды. Дұрыс жұмсау емес, ақшаны жинап және де оны дұрыс салу, инвестициялау. Бәрекелді. Ал енді ақылды инвестордың мына жерде қағидалары бар. Және сол қағидаға сәйкес не бар? Суреттер. Сол суреттерді біз не істейміз? Әр қағиданың қасына қоямыз. Ал кім болады капитан? Жалдызай. Қайырхан ба, Жұлдызай ма? Жұлдызай, келе ғой. Міне, мына телпекті де саған кигіземіз, сөйткен сен капитансың. Ал мен қағидаларды оқиын, сен соған сәйкес суреттерді табасың. Қаржыға байланысты алғашқы қадамдарды қалай дұрыс жасау керек, балақайлар. Бірінші қағида, қаржылық қауіпсіздік жастығын қалыптастырыңдар дейді. Бірінші. Өйткені біздің тақта ақылды тақта, интерактивті тақта. Әнеке бәрі дұрыс, керемет, қол шапалақ. Келесі, қаражатты әртүрлі қаржылық құралдарға бөліңіз дейді. Төртінші дейді Қайырхан, кәне тексеріп көрелік. Бәрекелді. Айтшы, неге жұмыртқалар? Жұмыртқалар өткені 3-ке бөлініп тұр. Әрі қарай, сонымен үшінші, тәуекелді қадағалаңдар. Тәуекелді қадағалаңдар. Екіншіні көрейік. Бәрекелді. Дұрыс. Неге осы? Әр затқа өзінің Құны бар. Жалпы мынау сурет не деп тұр сендерге? Ақшаны дұрыс жұмсау керек. Дұрыс жұмсау. Қараңдаршы, әмияннан шыққан әр қаражатыңа мұқият бол деген сөз. Әрі қарай, сонымен күмәнді жобаларға ақша салмаңыз дейді. Қандай сурет? Үшінші. Дұрыс, дәл осы. Неге? Өйткені ол Керек жоқ нәрселерге ақша Сұрақ белгісі дегеніміз бұл күмәнді жобалар. ақша салмаңыз. Оған ақша салмаңыз дейді. Керемет. Көп рахмет. Ал мен, балақайлар, өз кезегімде бүгінгі біздің барлық тапсырмаларды бұлжытпай орындағандарың үшін бәріңе 5 деген баға қоям. Ал достар, бүгінгі сабақтан сендер не ұқтыңдар? Сайжан, сенен бастайық. Ақшаны керек заттарға ғана салу керектігін түсіндім. Айбар. Ақшадан пайда Ақшадан ақша пайда болу керек деген сөз ғой, сенің айтайын деген. Жұлдызай. Ақшаны дұрыс салуды үйрендім. Ал Алидар, сен не дейсің? Ақша құр керек. Ақша ылғи да жұмыс істеу керек. Қайырхан, сен не дейсің? Өзім білмейтін заттарға жайдан жай ақшаны салуға болмайтынын үйрендім. Достар, бүгінгі сабақта біз салым деген не, ол не үшін қажет және қалай жұмыс істейді деген өте күрделі әрі маңызды сұрақтарға тоқталдық және де оны талқыладық. Әлемде қаржы салудың түрі бар. Ең бастысы, оны таңдаған кезде тиімсіз және де тиімді тұстарын анықтап алған жөн. Қаржылық сауатты болуда қаржы мектебі бағдарламасы сендерге үйретеді. Есепсіз дүние жоқ, соны естен шығармаңдар. Келесі кездескенше, сау болыңдар!